Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Қазақстан тарихы пәнінен бүгінгі кезекті сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның саяси жүйесіндегі өзгерістер. Қазақстан Республикасының Конституциясы саяси әлеуметтік тұрақтылықтың негізі атты сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі алдымызға қойған мақсатымыз тәуелсіз Қазақстанның қоғамдық саяси дамуын талдау, Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы алғашқы қадамдарын анықтау және Қазақстан Республика Конституциясының мемлекеттік тұрақты дамуының кепілі ретінде бағалау. Бүгінгі сабағымызда тәуелсіз Қазақстанның саяси жүйесіндегі өзгерістер, Қазақстан Республикасының Конституциясы саяси әлеуметтік тұрақтылықтың негізі деген сұрақтарды қарастырамыз. Сонымен қатар, бүгінгі сабағымыздың барысында кездесетін сөздерді атап өтейін. Конституция мемлекеттің негізгі заңы, демократия халық билігі, президент республикалық елдердің мемлекеттік басшысы, парламент заң шығарушы орган, үкімет мемлекеттік биліктің жоғарғы атқарушы органы және референдум мемлекеттік маңызы бар мәселені халықтық дауысқа салу. Ұлттық саяси жүйенің құру үрдісі 1990 жылы Қазақ Республикасының егемендігі туралы декларациясынан басталған болатын. Тәуелсіз Қазақстанның бірінші конституциясы 1993 жылы қабылданды. Бұл тәуелсіз Қазақстан тарихында болған ең жақын оқиғаның бірі еді. Неге біз бұдан бастап отырмыз, балалар, студенттер? Себебі осы конституцияның қабылдануы жаңа мемлекеттің, тәуелсіз мемлекеттің бастауының бірі болып есептелінеді. Өткен ғасырдың 80 жылдарының соңына қарай кеңес елінде қоғамдық саяси, әлеуметтік экономикалық, мәдени дамудың барлық салаларының тоқырауға ұшырағанын сіздер білесіздер. Қазақ КСР жоғарғы кеңесі 1990 жылдың 25 қазанындағы қаулысымен Қазақ кеңестік социалистік республикасының мемлекеттік егемендігі туралы мәлімдеме қабылданған болатын. Бұл құжат Қазақстанның тәуелсіздікке қарай қадам басқанын алғашқы басы еді. Бұл күн Қазақстан тарихында республика күні деп атап өтілді. 1991 жылғы тамыз айының оқиғаларынан кейін 8 желтоқсанда Минск қаласында Белоруссия, Ресей, Украина басшылары 1922 жылғы құрылған одақтық мемлекеттің ыдырауының және осы үш республиканың тәуелсіздер мемлекеттер достығын тынды елдер деп атаймыз, бірігуіндегі туралы хаттамаға қол қойған болатын. Ал 1991 жылғы 21 желтоқсан қалған 11 республика басшылары оған қосылу туралы Алматыда мәлімдеме қабылдаған болатын. Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң қабылдады. Бұл күн біздің еліміздің тарихында тәуелсіз күні болып енді. Қабылданған тарихи құжаттың бірінші бабында Қазақстан Республикасы тәуелсіз демократиялық және құқықтық мемлекет, ал ол өз өкімет билігін толық иеленеді, өзінің ішкі және сыртқы саясатына дербес белгілеген. Осы күннен бастап республика тарихында жаңа кезең басталады. Міне алдарыңызда тұрған біздің Қазақстанның жеке өзінің алдына дербес болып шыққанның белгісі ретінде Қазақстанның белгілері тұр. Қазақстан тәуелсіз республика болып өмір сүре бастаған уақытынан бері бұрынғы әлеуметтік экономикалық жүйенің тоталитаризмнің орнына мүлдем басқа
түбірінен өзгеше демократияға бағыт алған жаңа қоғамдық жүйе қалыптасты. Қазақстан Республикасы президент басқаратын унитарлы мемлекет болды. Мемлекеттік үкіметтің бірден бір көзі халық, яғни демократия билікте. Халық өз билігін республикалық референдуммен еркін сайлау арқылы жүзеге асырады. Конституция берген өкілдік шеңберінде мемлекет атынан халық пен президент сөйлейді. Тәуелсіз Қазақстанның саяси жүйесі міне осылай қалыптасқан болатын. Қазақстан Республикасы президент басқаратын унитарлы мемлекет болғанын көріп отырсыздар. Енді осымен Қазақстан өз алдына жеке мемлекет ретінде, егеменді ретінде ата-бабамыздың сан ғасырлап аңсаған егемендігін қолына алып, өз алдына өзінің саяси билігі бар, өзінің саяси жүйесі бар мемлекет ретінде құрылды. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1992 жылдың 4 маусымында Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы туралы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы туралы және Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранның музыкалық редакциясы туралы заңдарға қол қойған болатын. Қазақстан Республикасының президентінің 1996 жылғы 24 қаңтар күні Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы конституциялық заң күші бар жарлығымен ол белгіленген болатын. Елтаңба туымыз, елтаңбамыз және әнұранымыз. Қазақстан Республикасының егеменді тәуелсіз мемлекет ретіндегі өзінің саяси жүйесіндегі өзгешелікке байланысты мемлекеттің басындағы билігі жайында айтып өтейін. Президент. Қазақстан Республикасының президенті, мемлекет басшысы және ең жоғарғы лауазым иесі. Ол мемлекеттік ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын анықтайды. 1998 жылы Конституцияға енгізілген өзгерістерге байланысты президент 7 жылға сайланатын болды. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері 5 рет 1991 жылы, 1995 жылы, 1999 жылы, 2005 жылы және 2011 жылдары Қазақстан Республикасының президенті сайлауы болды. Парламент. Парламенті республиканың жоғарғы өкімет орны. Оның негізгі функциясы заң қабылдау. 1995 жылғы Конституция бойынша елімізде заң шығарушы орган 2 палаталы парламент жұмыс істейді. Жоғарғы палата Сенат, төменгі палата Мәжіліс. Үкімет. Қазақстан Республикасының орындаушылық билігі жүзеге асыратын атқарушы органдарға басшылық етеді және олардың қызметін бақылайды. Үкіметті президент құрады. Ол президент алдында жауапты және оған есеп береді. Премьер-министрді парламентпен келісе отырып президент тағайындайды. Премьер-министрдің ұсынысын ескере отырып президент үкіметтің құрылымын анықтайды, оның мүшелерін тағайындайды және босатады. Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл қазақ тілі. Мемлекеттік ұйымдарда, жергілікті өзін-өзі басқару орындарында қазақ тілімен қатар орыс тілі де қоса жүреді. Қазақ тілі Қазақстандағы тіл саясаты егемендік алғаннан кейін тіл саясаты қолға алынды. Ата заңымызда мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілі мәртебесі көтерілді. Бірақ басқа көп ұлтты мемлекет болғандықтан бұл Қазақстан мемлекетінде мемлекеттік тілмен қатар, қазақ тілімен қатар, орыс тілі де ресми жүріп отырды. Қазақстан территориясында сонымен қатар бұрын 90 жылға дейін Қазақстан емес жалпы КСРО мемлекетінде жалғыз партиялы мемлекет болдық. Яғни коммунистік партиясы. Енді Қазақстан мемлекеті өзінің тәуелсіздігін алғаннан кейін біз көп партиялы мемлекеттің біріне айналдық. Қазақстан территориясында 1993 жылдың соңына қарай 4 саяси партия тіркелген болатын. Бұл саяси партиялар бірте-бірте саны көбейе бастады. Жылдан жылға жаңа партиялар қосыла бастады. Кейінгі жылдары саяси партиялардың көбі
бір-бірімен бірігу, қосылуы нәтижесінде ірі үлкен партияларға айналып отырды. Мысалы 2006 жылы Отан партиясынан Асар партиясы, сәл кейінірек азаматтық аграрлық партиялар қосылып, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы деп аталды. Конституциясы қашан қабылданды және оның ерекшелігі қандай? Қазақстан Конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда егеменді Қазақстан Республикасы тұңғыш конституциясы қабылданған болатын. Ол 4 бөлімнен 21 тараудан тұрды. Қазақ халқының бірінші рет бұнда қазақ халқының, халқы деген әлеуметтік этникалық түсінік заңдастырылды. Отанымыздың тарихында алғаш рет егеменді елдің өз заңы қабылданды. Ол сонау ата-бабамыздың баяғы ескі заманнан қазақ тарихында келе жатқан саяси жарғылардың негізінде қалыптасты десек артық айтпаймыз. Себебі бұл жерде қазақ халқының әлеуметтік, дәстүрлік, мәдени жағына да назар аударылған болатын. Отанымыздың тарихында бірінші рет билік бөлінісі мен адам құқықтары концепциясы қабылданды. Қазақстан Республикасының саяси жүйесі түбегейлі өзгерді. Ұлттық саяси жүйені құру үрдісі 1990 жылы Қазақстан Республикасының егемендігі алғаннан бастап қабылданған жүрген болатын. Тәуелсіз Қазақстанның бірінші конституциясы 93 жыл қабылданды дедік. Ал енді осы конституцияның қандай өзгешеліктері бар? Конституция бұл біздің ата заңымыз. 1995 жылға дейін бұл конституция жүрді. Ал енді неге біз 95 жыл конституцияны қабылдадық деген сұраққа жауап берейік. Себебі бұл конституция, негізі осы 90 жыл қабылданған конституция көптеген билікке байланысты, қазақ халқына байланысты көптеген олқылықтары болды, кемшіліктері болды. 1993 жылғы конституцияда басқару түрі туралы нақты айтылмады. Бұл уақытта парламенттік және президенттік республиканың екеуінің де белгілері бар болды. Бұл конституция құрылымы толықтыруды осыдан бастап толықтыруды талап етті. Сонымен қатар бұл жерде жекеменшік алынып тасталды. Жекеменшікке байланысты біраз, адамдардың құқықтарына байланысты біраз олқылықтар болды. Соған байланысты конституцияны 95 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық дауыс беру арқылы жаңа конституция қабылданды. Қазақстан демократиялық, құқықтық және зайырлы қоғам құруға ұмтылып отырған мемлекет ретінде жарияланды. 90 жылғы конституцияның айырмашылығы неде? Және айтып кеттік, оның мазмұнының сапасының төмендігінде. Ал жаңа конституция болатын болса, адамның құқығына қатысты ғана емес, адам дүниеге келгеннен бастап оған ажырамас құқықтар нормалары енгізілді. Ол бойынша Қазақстан Республикасы президенті саяси жүйенің басты тұлғасы болып, билік тармақтарынан жоғары тұрды. Ал бұл президенттік басқару жүйесіне сай келген болатын. Парламент туралы конституциялық бөлім өзгеріске ұшырады. 1995 жылы желтоқсанда екі палаталы парламент, яғни сенат және мәжіліс сайлауы бірінші рет өткізілген болатын. 1993 жылғы конституция бойынша онда қоғамдық келісім, саяси тұрақтылық, халық игілігі үшін экономикалық даму деген болмаған болатын. Сондықтан жаңа қабылданған 95 жылғы конституцияда 1995 жыл 30 тамызда бүкіл халықтық референдумға 8.212.773 адам, Қазақстан тұрғындардың 81,14% қатысқан болатын. 30 маусым күні жаңа конституция жобасы халықтық талқылаудан өтіп, бір ай қабылданған болатын, қаралған болатын. 35 мыңға жуық
талқылау жүріп, 30 мыңға жуық әртүрлі ұсыныстар мен ескертулер айтылды. Талқылауға 58 республикалық ұйым, қоғамдық бірлестіктер және қозғалыстар қатысты. Референдумға қатысушылардың 89% дауыс берген болатын. Сонымен 1995 жылғы Конституция құрылымы неден тұрады? 9 бөлімнен 98 баптан тұрады. Мәні, Конституция негізінде адам және оның құқықтары мен еркіндігі үстемдігін Қазақстан күшті мемлекет құру идеясынан алынады. Конституция тарихи жағдайларда Қазақстан қоғамының қазіргі бағыттары, дүние жүзінің алдыңғы қатары елдерінің конституциялық құрылысының тәжірибесінен есепке алып отырды. Жаңа негізгі заңға атқарушы, заң шығарушы және сот биліктерінің функциялары нақты бөлініп көрсетілді. Конституция 95 жылғы Конституциялы Қазақстан демократиялық қағидалары, адам құндылығы, құқығы мен бостандықтары, идеологиялық және саяси әр алуандығы заң алдында теңдікке негізделді. Конституция билікті заң шығарушы, атқарушы, сот тармағына бөлудің өзі демократиялық қағидаларды бекіткенін көрсетіп отыр. Осылайша жаңа Конституцияның қабылдануы Қазақстанның саяси жүйесінің түбегейлі өзгеруіне алып келгенін көріп отырсыздар. Енді егеменді ел екеніміздің тағы бір белгісі ретінде 1997 жылдың 10 желтоқсанында ел астанасы Алматыдан Ақмола қаласына ауысқан болатын. Кейіннен ол 98 жылдың 6 мамырда Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен Ақмола қаласының аты Астана болып өзгертілді. Сонымен біз қорыта келген кезде сіздерге алдарыңызда мынандай тапсырма тұр. Бірінші тапсырма, мына фотолар қандай оқиғалармен байланысты. Екінші тапсырма, дұрыстығын табыңыздар. Жағымды жағы, жағымсыз жағы. Яғни бұл Конституция бойынша. Бүкіл дүние жүзінде бірінші рет Қазақстан халқы деген әлеуметтік этникалық түсінік заңдастырылды. Жағымды ма, жағымсыз ба? Қазақстан Республикасының саяси жүйесі түбегейлі өзгерді. Өзгерді ме? Өзгерген жоқ па? Отанымыздың тарихында бірінші рет билік бөлінісімен адам құқықтары концепциясы қабылданды ма? Жоқ па? Конституцияның кемшіліктері болмады, әлде болды ма? Бұл арасынан қатесін, дұрысын, яғни жағымды ма, жағымсыз ма тауып, әрқайсысын өз орнына жіктеп қоясыздар. Екінші жағына жағымсыз жағын қоясыздар. Осылай үй тапсырмасын орындап келесіздер. Сонымен қатар берілген конспектлеріңізбен бақылау сұрақтарыңызға жауап беруді ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар. Сәттілік тілеймін. Келесі сабағымызда кездескенше аман болыңыздар.